Қайырлы күн, IT лицей. Бұл IT жаңалықтары. Микрофон тізгінінде мен, Мақсат Гүлнұр. Қазан айы ерекше және маңызды шараларға толы болды. Ендеше бірге шолу жасайық. Мектебімізде ұстаздар күні оқушылардың мұғалімдерді қошеметтеп, жылы лебіздерін арнаудан басталды. Бұл күні біз тек ұстаздар күнін емес, дублер күнінде атап өттік. Биылғы мектеп түлектері бір күнге ұстаздардың орнын басып, сабақ берді. Осылайша, олар ұстаз болудың жауапкершілігі мен еңбегін сезінді. Мұғалімдер де 12-ші сынып оқушылары болып, балалық шаққа қайта оралғандай күй кешті. Мереке күні ұстаз болашаққа берген шамшырақ атты мерекелік концертімен жалғасты. Концерт барысында «Менің атым Қожа» фильмінен үзінділер көрсетіліп, сахналық қойылымда ұсынылды. Мектебімізде 2025-2026 оқу жылындағы жалпы білім беретін пәндер бойынша мектепшілік олимпиада өтті. Олимпиаданың ашылу салтанаты лицей директоры Жеңіс Меңдіғалиұлының құттықтау сөзімен басталып, өткен жылғы үздік оқушылардың жетістіктері қатысушыларға ерекше сабыт сыйлады. 2024-2025 оқу жылындағы республикалық олимпиаданың жүлдегері Асхат Алуға жас зияткерлерге сәттілік тілеп, білім бәйгесінде табысқа жетуге үндеді. Биылғы олимпиадаға 7-11 сыныптардан 234 оқушы қатысып, 12 пән бойынша өз білімдерін сынға салды. 15 қазан күні 9-11 сыныптар, ал 16 қазан күні 7-8 сыныптар арасында пәндік сайыстар өтті. Олимпиаданың қорытындысы 24 қазан күні білім мен табыс болашақтың кепілі тақырыбындағы марапаттау жиынында жарияланды. Мектебімізде күзгі асар жәрмеңкесі өтті. Адал ұрпақ біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында еңбегі адал жас өрен жобасы бойынша лицейімізде күзгі асар жәрмеңкесі өтті. Оқушылар өз қолдарымен дайындаған тәттілер мен бұйымдарын ұсынды. Жәрмеңкеден түскен барлық қаражат «Человек в маске» қайырымдылық қорына аударылды. Бұл игі іс оқушылардың мейірімділікке, жауапкершілікке және қайырымдылыққа деген көзқарасын нығайтты. Сонымен қатар лицейде алтын күш шарасы фест форматында ұйымдастырылды. Көңілді әндер, би, шығармашылық көріністер бәрі де мерекелік атмосфера сыйлады. Лицейімізде 7-ші сынып оқушылары жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына қабылданды. Сонымен қатар мектеп президенті мен ұлан басын сайлау нәтижелері жарияланды. Нәтижесінде мектеп парламенті президенті болып Талап Жанерке, ал ұлан басы болып Махамбет Тамирлан сайлауда жеңіске жетті. Жаңа бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Қазан айының жаңалықтар реті осындай. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын.